Қайнатпайтын сердцебели. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай тәбеташар қыс айында таптырмас соус сердцебелидің рецептісін бөлісемін. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: помидор, жартылай ащы қызыл бұрыш, хрен тамырлары, чили бұрышы, тұз, чеснок және де аспирин қажет болады. Қажетті заттардың бәрін ет тартқышымыздан өткізіп аламыз. Чили ащы бұрышымызды да қосып, осы помидордың ортасына салып өткізіп жіберетін боламыз. Чесногымызды өткіземіз. Хрен тамырларында осы мясорубкадан өткізетін боламыз. Ішінде майдаланып кетуі қажет. Қажетті заттардың бәрін мен осы видеоның астына өлшемімен жазып қалдыратын боламын. Таза ыдысымызға біз ет тартқыштан өткен заттарымыздың бәрін салатын боламыз. Қосып помидорымызды, қызыл бұрышымызды жақсылап бір араластырып аламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Аспиринімізді біз жақсылап осылай майдалап, блендердің көмегімен езіп алдым, майдалап қосатын боламыз. Енді осы сердцебелиімізді жақсылап араластырып, біздің тұзымыз, аспириніміз жақсы ерігенше араластырамыз және де қақпағын жауып 3 күнге қалдырамыз. 3 күн қалдырдық. Мінекей сердцебелиімізді ешқандай да көпіріп, ашып, бұршымаған, өз қалпында және түсі қызыл болып, жақсы болып енген. Енді осындай ыдыстарымызды баклажкамызға құйып алатын боламыз. Және де подвалда немесе тоңазытқышта сақтай берсеңіздер болады. Қыс айында кез келген тағаммен жақсы үйлеседі және тәбет ашады. Тұмауға жақсы көмектесетін сердцебелиді жасап көруге кеңес етемін. Баклажкамызға құйып, мінекей аузын қатты басып жабатын боламыз. Подвалда, балконда немесе тоңазытқышта осылай сақтасаңыздар болады. Қалған сердцебелиімізді де осылай құйып аламыз. Жақсылап қақпағын жауып, осылай сақтайтын боламыз. Бұл соустың бір ерекшелігі қайнатпайтын болғандықтан, ішіндегі помидор, бұрыштарымыз, чесногымыздың дәмі өз күйінде, өз қалпында сақталады. Және де дәмі ерекше дәмді болады. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.